Бүгінгі тақырыбымыз маңдай төбе шүйде аймағы. Аймақтарды сипаттаған кезде осылай қазақшасын айтамыз. Одан кейін регио фронта параталия осибиталис деп латыншасын айтып өтеміз. Бұл регио фронта параталия осибиталис деп аталу себебі бұл сөздің түбірі фронталис маңдай, параталис төбе, осибиталис шүйде деген сөздерден шыққан. Маңдай төбе шүйде аймағы қаяқта орналасқан, қандай сүйектерден тұрады? Өзі аты айтып тұрғандай, ең бірінші маңдай сүйектен тұрады. Одан кейін төбе сүйектерден және шүйде сүйектерден құралады. Маңдай төбе шүйде аймағының шекарасына келетін болсақ, ол алдынан бізде көзия шұңқырынан жоғарғы қырымен басталады. Оны былай суреттен көрсетсем де болады. Мынау көзия шұңқыры болатын болса, оның жоғары қыры бізде осы аймақтың алдыңғы шекарасы болып келеді. Ал сонымен қатар бұл аймаққа бізде маңдай, төбе, шүйде сүйектер кіреді. Артқы жағы шүйде сүйектің бұдырмағы және де жоғарғы төменгі желкелік сызықтары. Сонымен осы аймақтың артқы шекарасы аяқталады. Оны мына суреттен көрсетсем болады. Мына шүйде сүйектің артынан көрінісі, мынау бұдырмағы протуберантус осибиталис, мынау жоғарғы желкелік сызықтар линия нухея супериор, мына төменгі желкелік сызықтар линия нухея инфериор. Осы жерде маңдай төбе шүйде аймағының артқы шекарасы шекараланады. Орта келген кезде шекарасы бізде мынау көзия шұңқырының жоғарғы бөлігінен басталып, маңдай, төбе сүйектерін самай бөлігін алмай жанап өтеді да, шүйде сүйектің бұдырмағы мен желкелік сызықтарына дейін созылады. Енді біз бұл аймақтың қабаттарын талдайтын боламыз. Маңдай төбе шүйде аймағы бізде 7 қабаттан тұрады. Тері, терасты желмай қабаты, сіңілік апонефроз асты қабаты, сүйек үсті қабаты, сүйек қабы асты май қабаты және де бас сүйек күмбезі. Осы реттілік бойынша қабаттарды жаттап алыңыз. Және де бұл қабаттарда не ерекшеліктер бар екенін мен қазір талқылайтын боламын. Ең бірінші қабат бізде тері қабаты. Мына суреттен көрсек болады. Бұл жерде тері қабаты, одан кейін терасты желмай қабаты, тері қабаты осы, терасты желмай қабаты, ары қарай бізде сіңілік апонефроз асты қабаты, сүйектер, сүйек деп осылай қабаттарға түзілген. Бірінші қабат бізде тері қабаты. Тері қабатына келетін болсақ, маңдай төбе шүйде аймағының терісі басқа бөліктерге қарағанда қалың болады екен. Мысалға мына суреттен қарайтын болсақ, адамның мысалға маңдай бөлігін басқа мысалы бетмен, адамның басқа мойын бөлігімен салыстыратын болсақ, терісімен ол қатты екенін көреміз. Және де бізде осы маңдай бөлігінде шаштар болмайды, ал төбе шүйде аймақтарында шаштар болады. Май бездері, тер бездері орналасқан терісінде. Одан кейінгі қабат бізде терасты желмай қабаты. Мынау 30-шы белгілем тұрған, мынау сарымен белгілем тұрған бізде терасты желмай қабаты. Анықтап қарайтын болсақ, бұл жерде біз кішкентай мынандай ұяшықтарды көреміз. Мынау ұяшық, мынау ұяшық, Бұл ұяшықтар не үшін? Ең бірінші бұл терасты желмай қабаты дәнекерден-аралық ұяшықтардан тұрады. Ол ұяшықтар бізде гематомаларды ұстап қалады екен. Сол үшін де терасты желмай қабатында маңдай бөлікте гематомалар аз таралады екен. Терасты желмай қабаттың ерекшелігі бұл жерде қан тамырлардың шоғырлануы. Мынау қызылмен белгілем тұрған, көкпен белгілем тұрған, бұның барлығы дерлік терасты желмай қабатында артериялар, нервтар, веналар орналасқан. Осылар туралы мен қазір айтатын боламын. Бізде маңдай төбе шүйде аймағының қан тамыр жүйесі. Ең бірінші маңдай және төбе шүйде аймақтарын бізде көбіне ұйқы артерияларының тармақтары қандандырады. Мысалға, мынау маңдай бөлігінде артерия супратрахеалис, артерия суpraорбиталис және артерия инфратрахеалис деген тармақтар бар. Бұл тармақтар
бізде ішкі ұйқы артериясы, міне ішкі ұйқы артериясы, осыдан көз артериясы деген тармақталады. Артерия офтальматика, соның тармақшалары осы маңдайды қандандырады екен. Сонымен қатар ішкі ұйқы артериясы бізде миға барып, миды қандандырады көбіне. Одан кейінгі бізде төбе бөлігін қандай қан тамыр қандандырады? Төбе бөлігін бізде самай артерияларының тармақтары қандандырады. Артерия темпоралис міне. Бұл темпоралис бізде сыртқы ұйқы артериясының шеткер тармақтары болып келеді. Сыртқы ұйқы артериясынан шығып тұр бұл. Сыртқы ұйқы артериясы бізде міне. Артерия каротикус экстерна. Одан кейінгі шүйде аймағын бізде осипиталис, артерия осипиталис қандандырады. Мінекей. Бұл да бізде сыртқы ұйқы артериясының тармағы болып келеді. Негізі сыртқы және де ішкі ұйқы артерияларының көптеген тармақтары бар. Сыртқы ұйқы артерияның мысалға мынау тістерге беретін тармақтары, тілге беретін, мына іште қалқанша бездерге беретін тармақтары, бетке беретін, іштегі мұрынның ұшына беретін тармақтары бар. Бұл аймақтың нервтеріне келетін болсақ, бізде 5-ші және 7-ші жұп нервтер маңдай төбе шүйде аймағын нервтендіреді. Яғни үшкіл нерв, нервус тригеминус және де 7-ші нерв бізде нервус фациалис, бет нерві болады. Мына суретте келтірген бізде үшкіл нерв. Үшкіл нервтің біз білеміз 3 тармағы бар. Көздік тармағы, рамус офтальматикус, одан кейін жоғарғы жақ сүйекке баратын рамус максилларис, одан кейін төменгі жақ сүйекке баратын рамус мандибулярис деген. Соның ішінде бізде көздік тармағының мұрынға беретін тармақтары бар, және де сонымен қатар маңдайға беретін тармағы да бар. Яғни рамус фронталис деген тармағы осы маңдай бөлігін нервтендіреді екен. Келесі нерв бізде 7-ші нерв, нервус фациалис, оның бізде құлақтық тармағы деген болады. Рамус аурикулярис деген, осы жерде құлаққа қарап барып, одан кейін осипиталис, яғни шүйде сүйегіне, шүйде бұлшықеттеріне нерв тармақтарын жіберіп отырады. Келесі қабат бізде сіңірлік апонефроз және апонефроз асты қабаты. Сіңірлік апонефроз деген ол не? Ол бізде мынау тұрған ақ сызық. Міне. Осы бізде сіңірлік апонефроз немесе сіңірлік дулыға деп аталады. Ол неден құралады? Алдынан маңдай бұлшықеттері, артынан шүйде бұлшықеттері тартылып, сіңір түседі. Осыны бізде сіңірлік апонефроз деп атаймыз. Апонефроздың астындағы қабатты бізде апонефроз астық қабат деп атайды. Ол жерде скальп, жаралар, сондайлар түзіледі. Және сонымен қатар, мысалға біз айттық қой, маңдай бөлігінде терастың май қабаттарында андай гематома болмайды деп. Ал наоборот, осы апонефроз астық қабатында гематомалар, қан үйіндылары жинақталады екен. И сөйтіп таралады екен. Ендігі қабат бізде сүйексті қабаты. Бұл макетте бізде өзімізге керек тек маңдай, төбе, шүйде аймақтары ғана келтірілген, самай, жақ асты сүйектер барлығы дерлік кесіп алынған. Бұл жерде бізде тігістер келтірілген. Мінекей. Мысалға, мынау және сагиталды тігіс деген сияқты. Мынау төбе мен шүйденің арасындағы тігістер деген сияқты тігістер. Бұл тігістер неге көрсетіп жатырмын? Өйткені сүйексті қабаты осы тігістердің арасында орналасқан екен. Одан кейін біздегі қабат сүйек қабық асты қабаты. Мынау бізде сүйек қабығы ғой, полный. Соның астыңғы жағында негізінен шетенді майлық қабат орналасу керек. Осы майлық қабатта бізде абсцестер, яғни іріңдер, солар жинақталу керек. Абсцесс деген ол шектелген деген сөз қой. Плегменома деген ол іріңнің шектелмей, наоборот, жайылып кететін іріңнің түрі. Солар абсцестер кездеседі. Яғни бір ғана сүйекте шектелген іріңдер сүйек қабығының астында орналасады. Одан кейінгі қабаты, ең соңғы қабат бізде бас сүйек күмбезі. Бас сүйек күмбезіне келетін болсақ, бас сүйек күмбезінде бізде 3 қабаттан тұрады. Сыртқы, ішкі, ортаңғы деген кеуек затынан тұрады. Сыртқы қабаты қалың, ішкі қабаты бізде шыны тәрізді жұмсақ болады да, сосын ортасында кеуек заты болады. Бұл жерде бас сүйектің күмбезінде
бізде ерекшелігі бұлар андай қаттылау болады. Мысалға самай тәрізді сүйектерде олар тез сынғыш болса, ал маңдай төбе шүйде аймақтары мықтылау болып келеді. Сонымен қатар бұл бас сүйекте бізде тер асты, бас қаңқашілік, веналар кездеседі. Қорыта келгенде маңдай төбе шүйде аймағының бізде терісі басқаларға қарағанда қалың болып келеді. Тер асты чермай қабаты, ол жерде гематомалар ұсталып қалады. Ұяшықтар бар дейсіз, мысалға самай бөлігін өткен кезде ертең ондай болмайды. Одан кейін сіңілік апонефроз бар дейсіз. Сосын апонефроз асты қабатында, сүйек асты қабатында іріңдер жинақталатын орын деп атайсыз. Сонымен қатар сүйегі қатты қалың деп айтамыз. Сосын сүйекте диплоидты эмиссуралы веналар бар деп қорытындылаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.